Қайырлы күн. Бүгін біз математика пәнінен 83-ші сабақты қарастырамыз. Түсімділікке берілген есептерді шығарамыз. Келесі бірінші есепке назар аударайық. Сабантой мерекесі қашан өткізілетінін анықта. Түсімді өлшеуге арналған шамалар бірлігін тап, теңсіздіктер құр дейді. Яғни түсімді өлшеуге арналған шамалар 8 тонна, 5 центнер 500 килограмм және 6100 килограмм. Енді осы түсімді өлшеуге арналған шамалармен теңсіздіктер құрайық. 6100 килограмм үлкен 5 центнер 500 килограммнан, себебі 5 центнер 500 килограммда 5500 килограмм болады. 8 тонна үлкен 6100 килограммнан, себебі 8 тоннада 8000 килограмм бар. 5 центнер 500 килограмм кіші 8 тоннадан. 5 центнер 500 килограммда 5500 килограмм болады. 8 тоннада 8000 килограмм болады. Келесі екінші есепке назар аударайық. Есепте дейді. Бірінші кестеге қарайық. Бидайдың түсімділігі гектарына 20 центнер екен. Алып жатқан егістіктің ауданы 35 гектар екен. Түсімнің массасы белгісіз. Түсімнің массасын табу үшін түсімділікті егістік ауданына көбейтеміз. Яғни 20 центнер гектарды 35 гектарға көбейтеміз. Сонда 700 центнер. Яғни бидайдың массасы 700 центнер екен. Күріштің түсімділігі белгілі, гектарына 18 центнер екен. Жалпы егістік ауданына 810 центнер күріш жиналған екен. Егістік ауданы белгісіз. Егістік ауданын табу үшін түсімнің массасын түсімділікке бөлеміз. Яғни 810 центнерді 18 центнер гектарға бөлеміз. Сонда 45 гектар. Яғни күріштің алып жатқан ауданы 45 гектар екен. Келесі картоптың барлық массасы белгілі 1000 центнер. Егістік ауданы белгілі 100 гектар, түсімділік белгісіз. Түсімділікті табу үшін түсімнің массасын егістік ауданына бөлеміз. Яғни 1000 центнерді 100 гектарға бөлеміз. Сонда гектарына 10 центнер екен. Картоптың түсімділігі гектарына 10 центнерден жиналған екен. Келесі үшінші есепке назар аударайық. Есепті шығар дейді. Екі фермер бидай өсірді. Бір фермердің егін алқабындағы бидайдың түсімділігі гектарына 14 центнер екен. Ал екіншісінікі гектарына 19 центнер екен. Егер олардың әрқайсысы бірдей 5320 центнерден бидай алған болса, онда екі фермерге бөлінген жердің ауданы қандай дейді. Яғни бірінші фермердің түсімділігі белгілі, гектарына 14 центнер. Екінші фермердің түсімділігі белгілі, гектарына 19 центнер. Олардың әрқайсысы 5320 центнерден бидай алған екен. Яғни түсімнің жалпы массасы. Егістік ауданын тап дейді. Алдымен 5320 центнерді 14 центнер гектарға бөліп, бірінші фермердің егістік ауданын тауып аламыз. Яғни бірінші фермердің егістік ауданы 380 гектар екен. Енді 5320-ны 19-ға бөліп, екінші фермердің егістік ауданын тауып аламыз. Екінші фермердің егістік ауданы 280 гектар екен. Енді екі фермерге бөлінген жалпы жердің ауданын табу үшін 380-ге 280-ді қосамыз, 660 гектар. Яғни екі фермерге бөлінген жердің ауданы 660 гектар екен. Келесі төртінші есепке назар аударайық. Теңдеулерді шеш дейді. Теңдеулерді шешу үшін қосымша есептеулерді есептеп, теңдеудің мәнін табамыз. Келесі бесінші есепке назар аударайық. Есептерді шығар дейді. А алгебралық тәсілмен, әсі арифметикалық тәсілмен. Астына назар аударайық. Екі саяжайдың иелері таң қурайдан бірдей түсім алды.
Жиналған жалпы түсімнің массасы 480 мың грамм. Егер саяжай егілерінің бірі 700 түп, ал екіншісі 900 түп таңқурай отырғызған болса, онда таңқурайдың түсімділігі қандай дейді. Екі сол таңқурайдың түсімділігі болсын. Яғни алгебралық тәсіл дегеніміз есепті теңдеу құру арқылы шығарамыз. Бұл жерде екі саяжай иесінің жалпы жинаған түсімінің массасы 480 мың грамм екен. Бірдей екен екеуінікі. Бірінші саяжай иесі өзінің егістік алқабында 700 түп таңқурай отырғызған екен. Ал екінші саяжай иесі өзінің егістік алқабында 900 түп таңқурай отырғызылған екен. Ендеше бұл жерде түсімділік белгісіз. Яғни әр түптен қанша граммнан таңқурай жинағанын табамыз. Ол үшін біз теңдеу құрамыз. Яғни бірінші саяжай иесінің таңқурайына екінші саяжай иесінің таңқурайын қосамыз. 700-ге 900-ді қосып, оны x-қа көбейтеміз. Бұл жердегі x таңқурайдың түсімділігі. Сонда 480 мың граммға тең болады. Енді осы құрбаған теңдеуімізді шешеміз. Ол үшін 700-ге 900-ді қосамыз. 1600 болады. 1600 көбейту x тең 480 мың болады. Енді x-дің мәнін табу үшін 480 мыңды 1600-ге бөлеміз. Сонда 300 болады. Яғни таңқурайдың түсімділігі 300 грамм түп екен. Яғни әр түптен 300 грамм таңқурайдан жинаған екен. Енді осы 5-ші есептің әсіне назар аударайық. Саяжай иесі бір сотық жерден 70 килограмм бүлдірген жинады. Егер ол бірінші жер телімінен 75 килограмм, ал екінші жер телімінен 135 килограмм бүлдірген жинаған болса, онда ол қанша сотық жерге бүлдірген отырғызған. Алдымен есептің шартын құрып аламыз. Яғни әр сотық жерден 70 килограммнан бүлдірген жиналған екен. Бұл түсімділік. Және бірінші жер телімінен жиналған бүлдірген массасы белгілі 75 килограмм. Екінші жер телімінен 135 килограмм бүлдірген жиналған екен. Алдымен біз жалпы жер телімінің түсім массасын тауып аламыз. Одан кейін барып, осы егістік алқабының ауданын қанша сотық жерге бүлдірген отырғызғанын табамыз. Алдымен 75 килограммға 135 килограммды қосып, жалпы жер телімінен қанша килограмм бүлдірген жинағанын тауып аламыз. Яғни екі жер телімінен 210 килограмм бүлдірген жиналған екен. Енді осы 210 килограммды 70 килограммға бөліп, қанша сотық жерге бүлдірген отырғызғанын тауып аламыз. Сонда 3 сотық. Яғни 3 сотық жерге бүлдірген отырғызған екен. Келесі 6-шы есепке назар аударайық. Есептің қай сұрағына жауапты әр түрлі тәсілмен алуға болады дейді. Қызылшаның түсімділігі орташа есеппен гектарына 25 тоннаны құрайды. Егер жақсы күтім жасалса және суарылса, гектарына 50 тонна алуға болады. Жақсы күтім жасалған жағдайда 30 гектар жерден қызылшаны тоннамен қанша есе артық жинауға болады. Жақсы күтім жасалған жағдайда қанша тонна қызылшаны артық жинауға болады. Алдымен есептің шартын құрып аламыз. Яғни орташа күтім жасалған қызылшаның түсімі гектарына 25 тонна, жақсы күтім жасалған қызылшаның түсімі гектарына 50 тонна екен. Яғни егістік алқабының ауданы белгілі 30 гектар. Ендеше қызылшаны қанша есе артық жинауға болады, жақсы күтім жасалған, және қанша артық жинауға болатынын табамыз. Ол үшін 25 тоннаны 30 гектарға көбейтіп, орташа күтім жасалғанда қанша тонна қызылша жиналатын табамыз. Яғни 750 тонна қызылша жиналады екен. Енді 50 тоннаны 30 гектарға көбейтіп, жақсы күтім жасалғанда қанша тонна қызылша жиналатын табамыз.
1500 тонна қызылша жиналады екен. Енді 1500-ді 750-ге бөліп, жақсы күтім жасалғанда қанша есе артық жинауға болатынын табамыз. Яғни жақсы күтім жасалғанда 2 есе артық қызылша жинауға болады екен. Енді 1500-ден 750-ді азайтып, жақсы күтім жасалған жағдайда қанша тонна қызылша артық жинауға болатынын табамыз. Яғни 750 тонна. Жақсы күтім жасалған жағдайда 750 тонна қызылша артық жинауға болады екен. Келесі 7-ші есепке назар аударайық. Тиімді тәсілмен есептелейік. 17 көбейту 14 қосу 13 көбейту 14 тең 14-ті жақшаның сыртына шығарамыз. Себебі 2 көбейтіндіде де 14 бар, сондықтан 14-ті жақшаның сыртына шығарамыз. Жақшаның ішіне 17 қосу 13 аламыз. Яғни 17-ге 13-ті қоссақ 30 болады. 14-ті 30-ға көбейтсек 420 болады. Келесі 19 көбейту 35 қосып 1 көбейту 35-те 35-ті жақшаның сыртына шығарамын. Жақшаның ішіне 19 қосу 1-ді аламыз. 19-ға 1-ді қоссақ 20 болады. 35-ке 20-ны көбейтсек 700 болады. Келесі 17 көбейту 23 азайту 7 көбейту 23-те 23-ті жақшаның сыртына шығарамын. Жақшаның ішінде 17 азайту 7 болады. 17-тен 7-ні алсақ 10 болады. 23-ті 10-ға көбейтсек 230 болады. Келесі 4 көбейту 129 азайту 3 көбейту 129 тең 129-ті жақшаның сыртына шығарамын. Жақшаның ішінде 4 азайту 3-ті жазамыз. Яғни 4-тен 3-ті азайтсақ 1 болады. 129-ті 1-ге көбейтсек 129 болады. Келесі 47 көбейту 6 азайту 7 көбейту 6 өрнегінде 6-ны жақшаның сыртына шығарамын. Жақшаның ішінде 47-тен 7-ні азайтамын. Тең болады 6 көбейту 47-тен 7-ні алсақ 40 болады. Яғни 6-ны 40-ға көбейтсек 240 болады. Келесі 9 көбейту 21 азайту 9 көбейту 11 өрнегінде 9-ды жақшаның сыртына шығарамын. Жақшаның ішінде 21-ден 11-ді азайтамын. 21-ден 11-ді азайтсақ 10 болады. 9-ды 10-ға көбейтсек 90 болады. Келесі 8-ші есепке назар аударайық. Шешу бойынша есептің берілуін құрастыр дейді. Бірінші 35-ті 5-ке көбейткенде 175 тонна болған. Бұл 5 гектардан жинаған өнім екен. 35-ті 3-ке көбейткенде 105 тонна. Бұл 3 гектардан жинаған өнім екен. Енді 175-тен 105-ті азайтқанда 70 тонна болыпты. Бұл біріншісіне қарағанда екінші жер телімінен осынша тонна артық жинады дейді. Ендеше есептің осы шешуі бойынша есептің берілуін құрастырайық. 2 фермер бидай өсірді. Бірінші фермер 5 гектар жерге өсірсе, екінші фермер 3 гектар жерге өсірді. Егер олардың отырғызған бидайларының түсімділігі гектарына 35 тонна болса, онда әр фермер қанша түсім алды? Бірінші фермер қанша тонна бидай артық жинады? Осылай есептің берілуін құрастырамыз. Келесі 9-шы есепке назар аударайық. Диаграмманы оқы, әрбір жемістің массасын анықта. Диаграмма бойынша есеп құрастыр дейді. Яғни алма бұл жерде 500 килограмм екен. Алдымен біз барлығын тауып аламыз. Яғни бұл алма жартысы екен, 2-ден 1 бөлік екен. Барлығын табу үшін 500-ді 2-ге көбейтеміз, 1000 килограмм. Яғни барлығы 1000 килограмм жеміс бар екен. Енді қара өрікті табу үшін осы 1000-ды 8-ге бөлеміз. Өйткені 8-ден 1 бөлігі қара өрік күлгін түсті болып тұр. Яғни 1000-ды 8-ге бөлсек 125 килограмм ол қара өрік екен. Енді шабдалы да 8-ден 1 бөлігі, сондықтан 1000-ды 8-ге бөлеміз, 125 килограмм. Шабдалы да 125 килограмм екен. Ал алмұртты табу үшін 8-ге бөлгендегі 2 бөлігі алмұрт болып тұр. Яғни 1000-ды 8-ге бөліп 2-ге көбейтеміз. Сонда 125, оны 2-ге көбейтсек
250 килограмм, яғни алмұрт 250 килограмм екен. Келесі 10-шы есепке назар аударайық. Ойлан және жауап бер дейді. Диқан тары суғару үшін арыққа 6 көмекшісін ертіп келді. Ол арықты бойлай қадамдап өлшеп шықты. Бірінші көмекшіге 7-ден 1 бөлігін қадамдап өлшеп берді. Екіншіге қалған жердің 6-дан 1 бөлігі тиді. Үшіншіге олардан қалған жердің 5-ден 1-ін, ал төртіншіге қалғанының 4-ден 1-ін берді. Бесіншіге қалған жердің 3-ден 1-ін өлшеді, ал алтыншыға 5-ден қалғанның 2-ден 1-ін өлшеп берді. Ең ақырында өзіне 3 қадам жер қалды. Арықтың ұзындығы қанша қадам болған? Диқан жерді көмекшілеріне қалай бөліп берді? Және әр қайсына қанша метрден тиді? Ал өзіне ше? 1 қадам 1 метр. Алдымен есептің шартын құрып аламыз. Арықтың ұзындығы белгісіз. Бірінші көмекшісіне 7-ден 1 бөлігін, екінші көмекшісіне 6-дан 1 бөлігін, үшінші көмекшісіне 5-ден 1 бөлігін, төртінші көмекшісіне 4-ден 1 бөлігін, бесінші көмекшісіне 3-ден 1 бөлігін, алтыншы көмекшісіне 2-ден 1 бөлігін, ал өзіне 3 қадам қалған, яғни 3 метр қалған екен. Енді арықтың ұзындығы қанша метр екенін және диқан жерді көмекшілеріне қалай бөліп бергенін, әр көмекшісіне қанша метрден тигенін табамыз. Ол үшін алдымен біз 7-ні 3-ке көбейтіп арықтың ұзындығын тауып аламыз. Яғни арықтың ұзындығы 21 метр екен. Енді 21-ді 7-ге бөлсек 3 метр қалды. Бұл бірінші көмекшіге тиесілі жер. Енді 21-ден 3-ті аламыз, 18 метр қалады. Яғни 21-дің 3 метрін бірінші көмекші алғанда, қалған 18 метр қалды. Сол 18-ді 6-ға бөлеміз, сонда 3 метр болады. Бұл екінші көмекшіге тиесілі. Енді қалған 18 метрден 3 метрін екінші көмекшіге тиесілі болса, қалғаны 15 метр қалады екен. Сол 15-ті 5-ке бөліп, үшінші көмекшіге тиесілі жерді тауып аламыз. Яғни үшінші көмекшіге 3 метр жер берілген екен. 15-тің 3 метрі үшінші көмекшіге берілсе, ал қалғаны 12 метр жер қалды. 12-ні 4-ке бөліп, төртінші көмекшіге берілген жерді тауып аламыз. Төртінші көмекшіге 3 метр жер берілген екен. Енді 12 метрдің 3 метрі төртінші көмекшіге кетсе, қалған 9 метр жер қалды. Ол 9-ды 3-ке бөліп, 5-ші көмекшіге тиесілі жерді тауып аламыз. Яғни 5-ші көмекшіге 3 метр жер берілген екен. 9 метрдің 3 метрі 5-ші көмекшіге берілсе, 6 метр жер қалды. Ол 6 метрді 2-ге бөліп, 6-шы көмекшіге берілген жерді тауып аламыз. Яғни 6-шы көмекшіге 3 метр жер берілген екен. Енді 6 метрдің 3 метрі 6-шы көмекшіге кетсе, қалған 3 метрі өзіне қалған екен. Яғни әр көмекшіге 3 метрден, яғни 3 қадамнан бөліп беріпті. Сонда арықтың ұзындығы 21 метрге тең екен. Келесі 11-ші есепке назар аударайық. Есепті шығар дейді. Түсім мол болған жылы фермер гектарына 18 центнерден, ал түсім аз болған жылы тек гектарына 8 центнерден бидай жинады. Егер бидайға 300 гектар жер бөлінген болса, ол осы жылдардың әр қайсында бидайдан қанша түсім алған? Алдымен есептің шартын құрып аламыз. Яғни түсім мол болған жылы гектарына 18 центнер, түсім аз болған жылы гектарына 8 центнерден бидай жиналған екен. Егістік алқабының ауданы белгілі 300 гектар. Яғни біз осы жылдар ішінде бидайдан қанша түсім алғанын табамыз. Ол үшін 18 центнер гектарды 300 гектарға көбейтіп, мол болған жылы қанша центнер бидай алған тауып аламыз. Яғни 5400 центнер. Енді 8 центнер
жерді 300 гектарға көбейтіп, түсім аз болған жылға алған бидайды тауып аламыз. Сонда 2400 центнер. Яғни түсім мол болған жылы 5400 центнер, ал түсім аз болған жылы 2400 центнер бидай алған екен. Достар, бүгінгі сабағымыз ұнаса, осы каналға тіркеліп, лайк басып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Сонда келесі сабақтың есептері, жауаптармен сіздерге көрініп